интегралды алмастыру тәсілімен шығарудың 5-ші есебі бізде мынау анықталмаған интеграл берілген. Осы анықталмаған интегралды біз мынау x тең синус квадрат тета алмастыруын жасау арқылы мынау анықталмаған интегралға не істеуіміз керек? Келтіруіміз керек. Осыны қалай келтіретіндігін көрсет деген. Осыны келтіруді көрсет деген. Берілген алмастыруды орындайық. Бізде x тең синус квадрат тета. Енді осы жерден біз бірінші dx неге тең болатынын тауып алайық. dx тең болады d синус квадрат тета. Ол синус квадрат тетаның туындысы d тетаға тең. Бұл тең болады синус квадрат тетаның туындысы 2 синус тета көбейтілген синус тетаның туындысы косинус тета болады. Күрделі функцияның туындысын табу ережесін пайдаландық. Көбейтілген d тета. Яғни dx бізде осыған тең. Ары қарай енді түбір астында мынау өрнектің неге тең болатындығын бірінші жазып алайық. Түбір астында x бөлінген 1 минус x тең болады. Алмастыру жасайық. X-ның орнына синус квадрат қойып, синус квадрат тета бөлінген 1 минус синус квадрат тета болады. Ары қарай синус квадрат тетадан түбірден синус тета шығады. 1 минус синус квадратымыз бізде косинус квадратқа тең. Оның түбірі косинус тетаға тең болады. Бұны ары қарай тангенс тета деп жазсақ болады, бірақ біз қазір мынау өрнекпен қысқартатын болғаннан кейін косинус тетаны олай тут жазбай қояйық. Әзірше оны жазбаймыз. Сонда біздегі интеграл тең болады. Мынау түбір оны синус тета бөлінген косинус тетаға тең. Көбейтілген dx бізде міне мынау 2 синус тета косинус тета d тетаға тең. 2 синус тета косинус тета d тета. Ары қарай тең. Осы жерде мынау косинус пен мынау косинус не істейді? Қысқарады. Сонда қалатыны интеграл 2 деген сан. Синус тета мен синус тетаны көбейтсек синус квадрат тета d тета. Бізге есептің шарты бойынша осыған тең болатындығын көрсет деген интеграл. Біз оны көрсеттік. Ары қарай келесі екінші пунктінде осы есепте тура осы интегралды анықталған интегралды есептеу керек. 0 мен 4-тен 1 аралығындағы. Шегі 0 мен 4-тен 1. Яғни интеграл 0 1 бөлінген 4 түбір астында x 1 минус x dx неге тең болатындығын тап деп тұр. Енді біз бірінші жаңа алмастыруды орындайтын болсақ, онда бұны интеграл 2 синус квадрат тета d тета түрінде жазуға болатындығын көрдік. Бірақ 0 мен 4-тен 1-дің орнына не қоятынымызды, қандай интегралдың шегі қандай болатындығын не істеуіміз керек? Анықтауымыз керек. Біз бұл жерде x те синус квадрат тета алмастыруын жасаған болатынбыз. Ондай болса, x тең 0 болса, онда синус квадрат тета тең болады 0-ге. Бұдан синус тета тең 0, яғни тета тең 0 деген сөз. Ары қарай, егер x-тің орнына 1 бөлінген 4 қоятын болсақ, онда синус квадрат тета тең болады 1 бөлінген 4-ге.
Бұдан синус тетта тең 1 бөлінген 2. Бұдан тетта тең синус 2-ден 1. Яғни тетта бұрышы пи бөлінген 6-ға тең болады. Енді бұл жерде синус квадрат 4-ке тең болса, онда синус тетта 2-ден 1-ге және минус 2-ден 1-ге тең бола алады, бірақ біз бұл жерде минус 2-ден 1-ді қарастырып отқан жоқпыз, өйткені 0-ден 4-тен 1-ге дейін өсіп жатыр. Бұл жерде минус пи бөлінген 6 емес, 0 мен пи бөлінген 6-ның арасы деп аламыз. Сонда бізде бұл интеграл төменгі шегі 0 болады, жоғарғы шегі пи бөлінген 6 болады. 0 мен пи бөлінген 6-ның арасында. Енді мынау интегралды не істейміз, есептейміз. Бұл интегралды есептеу үшін біз бірінші мынау 2 синус квадрат тетта д теттаның алғашқы функциясын табайық. Ол үшін біз синус квадрат теттаны дәрежені төмендету формуласын, тригонометрияның синустың, косинустың дәрежелерін төмендету формулалары деген бар. Сол дәрежені төмендету формуласын не істейміз? Қолданамыз. Синус квадрат тетта ол формула бойынша 2-ден 1 алынған 2-ден 1 косинус 2 теттаға тең. Д тетта. Арғай тең. Енді жақшаны ашып жіберетін болсақ, 0-ден пи бөлінген 6-ға дейін. Жақшаның ішінде 2-ні мына екеуіне көбейтсек, 1 алынған косинус 2 тетта д тетта деген өрнек аламыз. Тең. Енді жақшаның ішіндегінің алғашқы функцияларын табамыз. 1-дің алғашқы функциясы тетта алынған, косинустың алғашқы функциясы синус, тетта емес 2 тетта, онда алдына 1 бөлінген 2 шығады. Шегі 0-ден пи бөлінген 6-ға дейін. Тең. Енді бірінші жоғарғы шегін қоямыз теттаның орнына. Минус төменгі шегін қоямыз. 0 алынған 1 бөлінген 2. Синус 2 көбейтілген 0. Енді мынау екінші жақшаның мәні 0-ге тең болатындығы көрініп тұр, өйткені синус 0-ден 0-ге тең, 0 алынған 0, 0-ге тең келеді. Сонда біз тек қана мынау оң жақтағы жақшаның мәнін есептесек болды. Пи бөлінген 6 минус синус 2 көбейтілген пи бөлінген 6 ол синус пи бөлінген 3, синус пи бөлінген 3-те түбірасында 3 бөлінген 2-ге тең. Бұл есептің жауабы. Осымен есеп шықты.